сіздерге айта дегендерді толық көрдік. Бір ай болды біз осы улаватқанымызға, шулаватқанымызға. Міне түнегіне бір апта кейін бірлестік ауылында бірлестікті естуім көп. Өзімде 20 жыл Көкшетау өңірінде тұрып жатырмын. Өзім солтүстік Қазақстан Сергеевка Пресновка жақта туған адаммын. Өзімді сол қазақ ауылынан қайнағы бұзылмаған, мына сіздің бірлестік сияқты қайнағы бұзылмаған қазақ ауылынан келген жігітпін. Ұлтым емес. Жап жұрттарында Көкшетау өңірінде қазір тұрмыс құрып, құдаларым, балаларым осында өсіп өркендеп жатыр. Сіздерге айтарым, бірлестік қандай ел ғой бірлестік. Атада өзіне жарасып тұр. Мен ана жолы сіздерге екі күндей болдым. Өзі рахмет бар. Көргіп тұрғандарыңызды, ел болдарыңыз, бір үйдің адамы сияқты бүкіл елімізді қошеметтеп, төрге көтеріп, төрге жинап, сыйлап жүргенге көп рахмет. Өзіме ойлаймын, біздің қыз жақсы отбасына бекіп, жақсы елге білем. Мына қыз қайнақ болған қайтып өткен қазақ ауылына, осындай ауылдар елімізде санаулы ғана қалады. Ауылдарың өсіп, өркендерің өсе берсін. Іргелерің бұзылмасын, ынтымақ бірлік болсын. Көрші ағайын тату, сыртта жүрген ағайындар. Осы отырған, осы жерде отырған бір бөтен адам жоқ шығар. Бәрі ағайын туған, құда жеңшан, бәрі елген адамдар ғой. Рахмет, осындай бір ынтымақ бірліктен айырмасын. Бұл той деген, ойын қайғы деген көптен бетер нәрсе. Айдар, Айсбол, Айгүл Қырағи, көптен күткен әпкелерін қанын жабы отырмайсың отбасында. Тойларыңыз қайырлы құтты болсын. Құмыр жастарыңыз жат болсын. Мынау Аязбек, Айсбол сіздерге үлкен қызға келсін. Сол көп немере, сол немерелердің арасында екеуміз бай бәйбіше болып, 100 жасаңыз екеумізге. Жастарға тілейтін зор бақыт, ынтымақ бірлік, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын. Өмірлі шырғылы болыңыз. Екі жаққа да сенімді болыңыз. Мынау осы елдің бір салиқалы, Қазақстан елдің бір салиқалы отбасы болып, мынау құдаларымыз мың жұрттық болып, өркенмен қандай елдің арасында таңғы жол болыңыз.